Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Алдағы салынатын пайдалы рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Бүгін сіздерге пісіруді қажет етпейтін 5-10 минутта дайын болатын муравейник пирожныйын жасап көрсетемін. Ол үшін кез келген печеньені қолмен ұсақтаймыз. Тым қатты ұсақтаудың қажеті жоқ. Ұсақтаған соң қалауынша жаңғақ, кепкен жемістер қоссаңыз болады. Одан кейін қаймақ және піскен қоюландырылған сүт, яғни вареный сгущенка салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң өзіңіз қалаған формада жасай беруге болады. Бетіне әсемдік үшін еріген шоколадты жақсаңыз болады, немесе қант ұнтағын себуге де болады. Мінекей осымен пісіруді қажет етпейтін 5 минутта дайын болатын муравейник пирожныйларымыз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын!